Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, ерекше дәмді пирожкидің рецептісін ұсынғалы отырмын. Құрамы ұн, қайнаған су, айран немесе сүт, тұз, қант, ашытқы, ертілген сары май және де шемішкенің майы. Менде мұнда қайнаған су, себебі менің сүтім ол холодильниктен шыққан. Екеуін бірге қойған кезде ол жылы температура береді өзі. Осыған үстіне ашытқыны саламыз. Оның үстіне тұз бен қантымызды саламыз. Барлық ингредиенттер видеоның астында рецептілері, грамдары барлығы жазылған. Ертілген майымызды құямыз. Менде мұнда ұнымызды толық салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Және де енді ұн қолданбаймыз, тек қана маймен осылай майлап отырып, қамырымызды ең қанғанша ақырындап илейміз. Ыдысымызды алып, қамырымызды салып, бетіне пищевой пленкамен жауып, 30-40 минутқа жылы жерге жібереміз. Қамырымыз көтерілгенше біз салмасын дайындайтын боламыз. Мен мына жерде картошканы суға пісіріп алдым. Аздап тұз қосып және де сарымсақты сақтап турап, тұзын, қара бұршын қосып, жеке қуырып аласыздар. Осылай екеуін араластырасыздар. Болды, салмамыз дайын. Міне біздің тестамыз да дайын болды. Қарасаңыздар, мына суреттен 2-3 есеге көтерілген. Тестамызды столымызға түсіріп аламыз, және де майлап отырып, ақырындап ұсақ-ұсақ бөлшекке бөлеміз. Бұл жерде 60-70 граммнан примерно осылай бөліп аласыздар. Және де бетін майлап, пищевой пленкамызбен жауып қоямыз. Жауып қойғанда шетінен жасай бересіздер, бірақ мына қолданылмайтын бөліктерді жауып отырамыз осылай. Нанымызды бір-бірлеп алып, ортасына салмамызды салып, салмамызды примерно бір үлкен қасықтай қылып саламыз. Осылай пирожкидің формасымен жасап шығасыздар. Барлық пирожкиларыңыз, егер де грамммен өлшейтін болсаңыздар, онда ше 1 келкі болып шығады. Осы пирожкилардан менде примерно 20 шақты пирожки шықты жаңағы тестамнан. Не біздің пирожкиларымыз дайын, осындай формаға келтіріп алдым. Енді табаға майымызды құйып, әбден қыздырып аламыз да, осылай пирожкиларымызды салып, екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Майларыңыз қатты қызып кетпесін, себебі пирожкиміздің ортасы піспай қалады, қатты қызып кетсе. Осы рецептпен жасалған пирожкилар қытырлақ, ерекше дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара.